Барлықтарыңызға сәлем. 4-ші сыныптың 95-ші сабағы қорытындылау пікір деген тақырыптың есептерін шығарып көрсететін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Математикалық мазмұндағы өз пікіріңді құрастырып, олардың ақиқаттығы немесе жалғандығын анықтайсың. Бірінші, балалардың тұсбағардың түсі алуан түрлі қызғылт сары, қызыл және көк. Балалардың айтқан барлық пікірлер жалған болса, кімде қандай тұсбағар екендігін анықта. Менің тұсбағдарым қызғылт сары. Барлығы жалған айтып тұр, иә? Мені тұсбағдарым қызғылт сары, қызыл көк. Не қызғылт сары, қызыл көк. Вообще үшеу, иә? Енді мынау қызғылт сары емес деп тұр. Демек, мынанікі қызғылт сары. Қызғылт сары емес деп тұр, значит, мынанікі көк. Енді мынанікі айтады. Менің тұсбағдарым көк дейді. Так, қызғылт сары емес болса, онда бұнікі көк болуы мүмкін, не? Көк. Немесе қызғылт сары емес дегеннің түсі қызғылт сары болады. Мынаны былай жасайық, қызғылт сары. Мынау айтады көк дейді. Демек, бұнікі қандай? Қызыл. Мынанікі қызғылт сары деп тұр, демек көк бұнікі. Келесі. Суретті барлық фигуралар тік төрт бұрыш. Қалай ойлайсың? Бұл сөзді айтқан кім? Шыншыл ма, әлде өтірікші ме? Эйлер дөңгелегін дәптеріңе сал. Эйлер дөңгелегінің сандарын жиынын белгіле. Төрт бұрыштылар, тік төрт бұрыштылар және шаршылар. Эйлер дөңгелектер неліктен бұлай орналасқанын түсіндір дейді. Суреттегі барлық фигуралар тік төрт бұрыш деп се кім айтып тұрмын? Шыншыл ма, өтірікші ме дейді. Барлық фигуралар тік төрт бұрыш емес. Так, мынау бізде тік төрт бұрышқа келеді, иә, сәл-пәл. Мынау да тік төрт бұрыш. Мынау да тік төрт бұрыш. Демек, оны шыншыл айтып тұр, иә, шыншыл айтып тұр. Так, неге эйлер дөңгелектері бұлай орналасқан? Шаршылар дейді да. Шаршы деген бұл жалпы тік төрт бұрыш қой. Тік төрт бұрыш. Ал тік төрт бұрыштардың тік төрт бұрыштар бұл төрт бұрыштың бір түрі. Төрт бұрыш жалпы кез келген төрт бұрыш болады, және тік төрт бұрыш болады. Сол сияқты ол төрт бұрыштың бір түрі, бұл тік төрт бұрыш болып табылады. Ал шаршы ол тік төрт бұрыштың түріне жатады. Сол үшін бұлар ішіне қарай белгіленген. Так, көшіріп жаз, жалған және ақиқат пікірлерді анықта. Тұсбағдар жол сілтеуші. Тұсбағдар жол сілтеуші. Бұл бізде ақиқат, иә? Ақиқат. 10 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Жалған. Құмырсқа үйлеуі ағаштың оңтүстік жағында орналасқан дейді. Ақиқат. Ағаштың солтүстік жағында мүк көп. Дұрыс, ақиқат. Бізде қазір математика сабағы емес. Так, жалған. Сенде 4-ші сынып оқушыларсыңдар. Ақиқат. Арқа қоржын туристің сөмкесі. Арқа қоржын. Ақиқат. Күн батыстан шығады. Жалған. Сурет және мәтін ақиқат және жалған пікірлерді құрастыр. Темір қазық жұлдызы үнемі солтүстікте көрінеді. Так, темір қазық жұлдызы үнемі солтүстікте көрінеді дейді. Бұл бізде так, темір қазық жұлдызы үнемі солтүстіктен көрінеді. Бұл бізде қате. Темір қазық жұлдызы солтүстіктен көрінеді деген
бұл жалған. Былай жасайық. Мен жалғанды қызылмен бояп қойын. Жалған. Егер оған қарап тұрсаң, алдыңғы жағың солтүстік болады деген бұл бізде ақиқат. Оны көкпен жасайын. Ақиқат. 7 қарақшының шеткі ойша түзу сызық жүргізіп оған осы жұлдыздардың ара қашықтығына тең кесімді қой дейді. Сонда 5-ші кесімнің соңында темірқазық жұлдызы орналасады. Бұл да ақиқат, иә? Темірқазық жұлдызы орналасады деген бұл ақиқат. Келесі сызба бойынша есеп құрастыр. Оны шығар. Так, автокөліктің жылдамдығы автокөлік 70 км/сағат. Так, машиненің жылдамдығы 100 км/сағат. Так, жол 90 км. Қанша уақыт дейді, тыны табуымыз керек. Так, ең алдымен шешуі 100-ден 70-ті азайтамыз. Я? 100-ден 70-ті азайтамыз. 30 болады. Жаңа жету жылдамдығы. Енді жаңағы жолды осы 30-ға бөлеміз. 3 сағат шығады сол кезде. Мына жердегі 3 сағат сол. Бір бағытта екі автобуспен жаңағы автомобиль жолға шығады. Автокөлік қанша сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 90 км болады деген есеп шығады сонда. Сонда 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 90 км болады екен. Так, 6-шы есеп. Әріптердің қандай мәнінде теңдік дұрыс болады? Z қосу Z тең Z дейді. S көбейту S тең S. D көбейту... Так. Так, 6-шы есеп. Бізде Z-ның өзі шығу керек, иә? Онда былай жазуымыз керек. Мұна бізде қате. Демек, біз оны былай жазамыз. 2Z азайтамын Z. Сонда бізде 1Z шығады. Сонда Z бізде 0-ге тең болып тұр. Келесі S көбейту S тең болады S дейді. Демек 1 көбейту 1 тең болады 1 деген сөз. S-тің орнында 1 тұр. Так. D көбейту 0 тең 0. D-ның орнында кез келген санды қоя аламыз. Кез келген сан. Неге? Өйткені кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 шығады. 1235 көбейту S тең болады S дейді. Біз бұл жерде S 0-ге тең болады. Өйткені 1235-ті 0-ге көбейтсек 0 болады. Бұл жерде S тең 0. Си ғоси, S bon си. 728 көбейтемін. К тең болады К. Бұда тоже К-мыз нешеге тең болады? 0-ге тең болады. 0-ге тең болады. Так. 987.540-ты F-ке бөлсек, 987.540 шығады. Демек, F бізде 1-ге тең болады. 987.540-ты 1-ге бөлсек, 987.540 болады. F тең 1 болады. N көбейтемін 458 тең N көбейтемін 458 көбейтем N. Кез келген сан болады. N тең кез келген сан. Так, 123.456-ны 0-ге көбейтсек 0 шығады. Сонда M тең 0 болады. 2 көбейтемін B, B тең B қосамын 4586. Демек, B бізде 4586 болады. Сонда 2 көбейтемін 4586 тең 4586 қосамын 4586. Бұл жерде B тең 4586. Келесі. 4 папкада
белгілі бір жердің планы жазып жатыр. Олар облыс, қала, аудан, қала. Папкалардың сыртында жазбалар дұрыс. Олардың әрқайсында қандай план жатыр? Қалада емес, ауданда емес. Қалада емес, ауданда емес. Так, сары деп қойын. Қалада емес, ауданда емес, ол облыс немесе ауыл. Так, фиолетовый күлгін. Күлгін айтады, аудан емес дейді. Аудан емес. Демек ол облыс, қала, ауыл. Қазір белгілейміз. Так, көк қалада емес, ауылда емес. Облыс немесе аудан. Жасыл ауылда емес, қалада емес, облыста емес. Демек аудан. Так, жасыл бізде аудан. Аудан кетті. Так, көк бізде облыс. Өткен мына жерде аудан кетті ғой. Демек облыс қалады. Облыс кетті. Күлгін облыста, ауданда кетті. Облыста кетті. И ауданда кетті. Демек қала немесе ауыл қалады, е? Қала немесе ауыл қалады. Демек бұл қала. Қала. Мына облыс кетті. Күлгін бізде қала. Мынаған тек қана не қалды? Мынау қала, мынаған тек қана ауыл қалды. Сарыға. Болды. Келесі 8. Б фигурасы туралы дұрыс пікірді таңда. Б фигурасы дөңгелек емес. Дөңгелек емес. Б фигурасы тіктөртбұрыш. Б фигурасы шаршы. Б фигурасы С фигурасынан кіші. Б фигурасы бесбұрыш. Б фигурасы бізде шаршы. Міне. А фигурасы дөңгелек. Б фигурасы дөңгелек емес дұрыс. Так, Б фигурасы С фигурасынан кіші. Б фигурасы бесбұрыш. Мына қате. Осымен сабақ аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.